пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұмсақтығын қараңыз. Мысалы, Муауия деген сахаба бар. Мешітте намаз оқып жатқанда бір араптың жігіті намаз оқып тұрады. Сөйтіп намаз оқып тұрады да, енді әркімнің түшкіруі әртүрлі ғой. Мұрны бір нәрсе болды ма, жан даусыменен айғайлап тұрып түшкіреді ғой. Ахай деген кезде жұрт селк ете қалады. Содан намазда тұрып түшкіріп тұр, сол намазда тұрған күйінде Муауия ананы боқтай жөнеледі ғой. Пәленше, сені ма, не мынау, жұрт намазын бұзып деп сөйлеп тоқтамайды енді ана біраз уақыт. Содан Муауияны бұл ісін пайғамбарымыз намазын болғаннан кейін жанына шақырып, кел отыр дейді. Сөйтіп айтады Муауияға: ей Муауия, бұл намаз Алла менен сенің араңдағы нәрсе. Құлшылық болады. Құлшылықтың ішінде дүниенің ісін, дүниенің сөзін сөйлеме. Құран, зікір, тәсбih деген нәрселер бұл намазға тура келеді деп айтты да қойды. Болды дейді. Бірақ ауыз сөз: мен оған дейін де, бұдан кейін де бұндай ұстазды көрмедім дейді. Сол сөз менің жүрегімде соншалықты отырды. Түнде ұйқымнан тұрғызып, анау намаз туралы пайғамбарымыз не деді десе, мен жатқа айтатын едім дейді. Пайғамбарымыздың жұмсақтығын қараңыз.